Өзгеріс ойдан басталады. Шынар Әбілдар аудармаларынан. Сен мәңгілік емессің. Адамды бірдеңе істеуге құлшындыратын нәрсе 3 сөзден тұрады. Сен мәңгілік емессің. Біреуді қорқытып үркітейін деген ойым жоқ. Шындықты айтқаным. Бақытты өмір сүру үшін адамға бір ғана өмір беріледі. Басқа өмір, екінші мүмкіндік болмайды. Бір орында түк өзгертпей отыра берсең де болады. Жаның сүймейтін істі істеп, алайда мұндай шағымнан бірден нақты әрекетке көшуге де болады. Әлемде көп адам өзгенің бақытын құнттауға пейілді. Әркім өзінікін ойласа, сауап болар еді. Өзге адамдарды бақыт етіп, жетістікке құлшындырғым келіп тұруымның себебін айтайын ба? Өйткені өзім шексіз бақыттымын. Мүмкін бір қарағанға тым өзімшілдік болар, бірақ өзің бақытты болмайынша, өзгеге бақыт сыйлай алмайсың. Өзің бақытты сезінсең, онда онымен бөліскің келіп тұрады. Қазір жасап отырған жұмысың сені жетістікке жетелей ме? Жалпы өмірде не қызық бар? Бақытты адамға табыс емес, қалай жұмыс істейтін маңызды. 20-дан енді асқан кезімде үнемі 90 жастан асқан қариялармен дос болатынмын. Оларды қайда жолықтырғаным маңызды емес, әр жерлерде. Саяхаттағанда, жолда, жұмыста. Өмірден көргеніңді айтып беріңші деп сұрағанда, олардың бәрі әңгімесін әттең деген сөзбен бастайтын. Бірі кезінде жұмыс істемегеніне өкінетін, бірі ет жақындарына тым аз көңіл бөлгеніне ренжитін. Үшіншілері қалаған жұмысына қол жеткізе алмағанына бармақ тістейтін, тек ата-анасының үмітін ақтауға өмірін арнапты. Өкініштері ерен еді. Осы қариялармен араласудан мен бірден үйренсем, онда оны бұлай деп түйіндесем болар еді. Әрекет ету үшін қазір баста. Жасың 20-дан асса, онда дәл уақытты келгені. Тәжірибе жинап, көп ақша табудың көз емес. Кез емес, көлік мініп көзге түсудің заман өткен. Әр адамның өз қалауындағы өмірді жасап шығуына 5 жыл уақыты кетеді. Достармен саяхатта, өзің білмейтін нәрсеге ұмтыл. Көрмегенді көруге асық, ән салатын топ құр, шығармашылығыңды дамытатын орта тап. Өмірді босқа өткізбеу үшін неғұрлым алуан түрлі түске бояуды қолға ал. Өзің қалаған өмірді сүр, адамның бәрі ажалды. Қанша жас, қандай күйде екеніңе ол қарамайды. Бақытты бола алдың ба, жоқ па, ол тағы сұрамайды. Дәл қазір көз алдыңда сан тараулы жол жатыр. Сан алуан мүмкіндік бар. Соның бірін, не бәрін пайдалан. Сен мәңгілік емессің. Сен мәңгілік емессің деген сөз ес жиғызуы керек. Өмірге шынайы көзқараспен қарауға көмектесуі тиіс. Қалағанды істеуге құлшындырмақ. Адамның бір ғана өмірі бар. Соны тек бақыт етіп өткіз. Авторы Денис Морозов.